Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға бүгін сіздермен бірге осындай радуга деп аталатын салат түрін ұсынғым келіп отыр. 5 минутта дайын болатын салат түрі десем де болады. Ең алдымен бізге керекті заттарды алдын ала дайындап аламыз. Помидор, огурцы, жұмыртқа, колбаса және де кукуруза, осындай кирешки, міндетті түрде майонез қажет болады. Мен осындай 2 тарелкаге дайындайтын боламын салатымызды. Ең алдымен колбаса, яғни шұжығымызды осылай алып, кубиктап 4 бұрышты етіп турап шығатын боламыз. Барлығын осылай турап шығасыздар. Және де аяқ астынан қонақ келіп қалған жағдайда осы салатты міндетті түрде жасап ұсынсаңыздар, өте керемет, сондай тез дайындалады, әрі дәмі де тіл үйретіндей өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Содан соң жұмыртқамызды, яғни қайнатылған жұмыртқамызды да кубиктап 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Және де осылай тарелкамызге салып шығатын боламыз. Содан соң огурцимізді де 4 бұрышты кубик сияқты турап аласыздар. Құрметті достар, менің каналымда бұдан да басқа салат түрлері бар. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, және де маған пікір қалдыруды қолдау ретінде лайк басып қойсаңыздар да болады. Тарелкамызге осылай 2-ге бөліп салып аламыз. Содан соң міндетті түрде помидорымызды да осылай алып, 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Өте жеңіл салаттардың бірі. Міне помидорымызды да турап алдық, оны тарелкаге бөліп осылай саласыздар. Содан соң керешкемізді де 2 тарелкаге бөліп салып шығасыздар тарелкамызге. Және де осындай тәтті жүгерімізді, яғни кукурузамызды осылай тарелкамызге салып шығамыз қасықтың көмегімен. Содан соң ортасына майонезімізді салып аламыз. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Өте дәмді, сондай керемет салаттың түрі. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау ретінде пікір қалдырып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.